Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге творог брынзаның ажыраған суынан сывороткасынан осындай жұп-жұмсақ булочка жасауды үйретемін. Оның үшін ең алдымен 2 пиала сывороткамызды құйып, үстінен 3-4 қасық қант салып, 1 шай қасық тұз салып, 1 шай қасық дрожжи салып, ұн салып, жұмсақ қолға жабысатын қамыр илеп аламыз. Қантты қалауларыңыз бойынша көбірек немесе азырақ салсаңыздар болады. Мен кішкене аздау қант істеттім. Қамыр қолға жабысатын болғандықтан кішкене май құйып, тағы да кішкене мыжып 25-30 минутке жылы жерге көтерілуге алып қоямыз. Көтеріліп шыққан қамырларды бөліктерге бөлеміз. Қамыр жұмсақ қолға жабысатын болғандықтан қолдарыңызды кішкене майлап жұмыс жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай бөліктерге бөліп, листімізге арасын ашық-ашық етіп қойып аламыз. Листке теріп қойылған қамырлардың үстінде жауып, тағы 15-20 минутке алып қоямыз жылы жерге. Мен духовканы бір рет қыздырып алып, өшіріп, сол жерге салып қоямын. Оған дейін посыпкасын дайындаймыз. 50 грамм маргарин немесе сары майға 2 ас қасық қант салып, араластыра мыжып аламыз жақсылап. Майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Үстінен 5-6 ас қасық ұн салып, қолымызбен араластырамыз, қатты мыжымай, көріп тұрғандарыңыздай ысқалаймыз осылай. Көтеріліп шыққан қамырларымыздың үстінен жұмыртқа жағып, үстінен посыпкасын шашып, тоқ пешіне 190 градусқа жібереміз пісуіне. Үсті толықтайын пісіп, қызарып, ісіп шығады. Міне осы мен булочкамыз дайын. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда одан да қызықты видеолар көп болады. Астарыңыз дәмді болсын.